Бір сәт баладан да үйреніңіз. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Үнемі балаға ақыл айтып, оған қалай жасаудың дұрыс екенін үйрете бермей, бір сәт өзіңіз де баладан үйрене біліңіз. Нені дейсіз ғой? Өзіңіз балалық шақта қалдырған, ұмытқан кейбір қасиеттер мен іс-әрекеттерді. Мәселен, сәтсіздіктен қорықпауды. Дүниеге жаңа келген нәрестенің қолынан ештеңе келмейді. Бірақ ол қолымнан келмейді, мен білмеймін деп қарап жатпайды. Осы жолда бірдеңеге ұрынып қалам-ау деп қорықпайды. Білуге, көруге, үйренуге ұмтылады. Құласа, қайта талпынады. Нәтижесінде өзі үшін қаншама жаңалық ашып, көп нәрсені біліп, үйреніп үлгереді. Сіз де дәл сондай бала болдыңыз. Қазір де бола аласыз. Эмоциясын ашық білдіруді. Жас ұлғайған сайын адамдар жабыла түседі. Ешкімге эмоциясын білдіргісі келмей, өзін бір тоға қалыпта ұстауға барын салады. Мұның жаман жағы, сыртқа шығарылмаған эмоция іште жиналады. Қордалана келе, ол негатив пен ауырлық сыйлайды бойға. Әсіресе жағымсыз эмоциялар солай. Ішіңізге қашанғы сыя берсін, әйтеуір бір күні жарылады. Сондықтан бала секілді жылаған келгенде жылап, ашуын келсе оны да білдіріп, ойнаған келсе армансыз асыр салып, бар эмоцияны уақытылы сыртқа шығарып, жанның сарайын боста таза ұстағанға ештеңе жетпейді. Бәріне қызығушылықпен қарауды. Қызығушылық адамды алға жетелейтін күш. Қай нәрсеге болмасын, қызығушылық танытпасаңыз, сіз оған қарай қол созбайсыз, қадам баспайсыз. Бір орында тұра бересіз. Ал бала қайтеді? Оған бәрі қызық, қозғалатын да, қозғалмайтын да, көктегі де, жердегі де, бәрін қолмен ұстап, ауызға салып көргісі келеді. Сәтсіздіктен қорықпай, қажығаныңызға қарамай, алға ұмтылуға итермелейтін бойыңыздағы балаға тән қызығушылықты қайта оралтсаңыз, бір орында тұрмай, тек алға жылжыр едіңіз. Армандай білуді. Кез келген бала арманшыл. Оның қиялындағы көріністерде, арман тілегінде шек жоқ. Тек есейе келе, өмірдегі түрлі оқиғаларды көре, бастан кеше келе шекараның пайда болатыны өкінішті. Ең жаманы, уақыт өткен сайын осы шекараның тарыла түсетіндігі. Ересек жасқа келгенде оның армандау шекарасынан өте кішкентай кеңістік қана қалады. Арман асулары да бұрынғыдай биік емес. Сөйтіп, қанаты қырқылған құсша қиялымен де қалықтай алмай қалады. Бірақ баламен бірге армандап үйренуді қайта бастау қай жаста да кеш емес. Ойды қажетті арнаға бұруды. Егер баланың қызығушылығы бір нәрсеге ауса, ол соған бар ынтасымен беріледі. Басқа бар дүниені ұмытады. Есесіне, нәтижесі өзге ештеңемен былғанбаған, кедергілерге ұшырамаған таза. Сіз де солай етуді қайта үйреніңіз. Дәл қазір демалыс уақыты. Бірақ алдағы жұмыс күндерінде тапсыруға тиіс есеп есіңізден шықпай отырма. Бұдан демалысыңызға да, жұмысыңызға да еш пайда жоқ. Сондықтан шаруаларды ұмыта тұрыңыз, әрқайсысын өз уақытына қалдырыңыз. Ал қазіргі ойыңыз тек тынығуда болсын. Әр нәрседен өз уақытында ләззат алыңыз. Белсенді болуды. Ұйқыдан көзін ашқаннан тыпырлап бір тынбай жүрген балаға қараймызда, осылар қалай шаршамайды? Күш қуатты қайдан алады деп таң қаламыз. Өзіміздің де бала кезде осындай болғанымыз әлде қашан ойдан шыққан. Қазір ары-бері қимылдай беруден гөрі бір орында тапжылмай отырғанды не жанбастап жатқанды жақсы көреміз. Сөйтеміз де, тағы, шаршадым, әлсізбін, ештеңеге зауқым жоқ деп шағым айтамыз. Біліңіз,
Сізге энергия беретін жату не отыру емес, қимыл қозғалыс қана. Балаңызбен бірде қимылдауға тырыссаңыз, бұған көзіңіз анық жетеді. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.